1300-дей тұрғыны бар Шұбар ауылының әрбір отбасы ауыз суды 27 жылдан бері 3 шақырым жердегі бастаудан тасып ішеді. Қысы жазы көрген ауыртпалықты айтып жеткізу қиын. Енді оның бәрі артта қалып қуанышқа кенелетін күн жақын. Тұрғындар енді 74 метр тереңдіктен шығатын сапалы суды пайдаланатын болады. Бүгінде құбырдың негізгі бөліктері түгел тартылып, жеке үйлер мен мектеп, балабақша, емхана сияқты әлеуметтік нысандарға да жеткізілді. Енді мына суды кәдімгі ауадай күтіп отыр ауыл тұрғындары. Қысы бойы тасып неткеніне қарағанда енді әркімнің үйінде болса, енді қалалық өмір басталады ғой. Әркім үйіне душын қояды. Кәдімгі цивилизацияға ретінде жақын боламыз деген үміттеміз енді. Ауыл сыртындағы арнайы резервуардың жұмыстары жалғасуда. Қауіпсіздік шараларының бәрі қарастырылған. Айналасы қоршалып, бейне бақылау орнатылады. В рамках государственной программы Нұрлы жол бағдарламасының шарапаты тиіп жатқан елді мекендер көп. Бөлінген қаражаттың 2 миллиард теңгенің астамы игерілді. Облыста қолға алынған 9 жобаға сәйкес 195 шақырымдық су жүйесі тартылуға тиіс. Қазір оның 60%-дан астамы дайын болды. Нұрлы жол бағдарламасы аясында Алматы облысындағы елді мекендерге ауыз су жүйелерін тарту үшін былтыр 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініпті. 9 жоба нәтижелі іске асырылса, 263 мың тұрғын таза ауыз сумен қамтылады. Аталмыш бағдарлама экономикалық өсім мен отандық құрылыстың негізгі драйверіне айналды. Шығыс пен батысты, оңтүстік пен солтүстікті жақындатып, мыңдаған шақырым жол салынып жатыр. Биыл ұзақтығы 4400 шақырым болатын 20